Бәрі өз қолыңда. Мен көп балалы отбасында өстім. Есімді білгелі өзімнен кейінгі бауырларыма қарап, анама қолғабыс болуға тырыстым. Өйткені анам мен 7-ші сыныпта оқып жүрген жылы 6 баламен жесір қалып, бәрімізді жалғыз өзі асырауға мәжбүр болды. Өмір бойы әкеме иек артып, жұмыс істеп көрмеген анамның арнайы білімі де жоқ еді. Сондықтан әкем дүниеден өтіп асыраушымыздан айырылған соң, кез келген орайы келген жұмысты істеді. Күндіз дамханада ыдыс жуса, кешкісін бір мекемеде еден жуды. Қолы қалт еткенде шұлық, кеудеше тоқып, демалыс күндері базарға апарып сатты. Ал үйдің шаруасының бәрі менің мойнымда болды. Бірақ мен бұған қиналған жоқпын. Анамның қолын сәл де болса босатқаныма қуандым. Мектеп бітірген соң 3 айлық курсты бітіріп, тігіншілікті меңгердім. Мен де үйде тапсырыс қабылдап, көрпе, төсек, киім-кешек тігіп, ақша таба бастадым. Үйіміздің берекесі кірді, менің іскерлігіме қызығып, құда түсушілер де табылды. Бірақ мен әлі жетіліп үлгермеген бауырларым мен бір қолын екі ете алмай жүрген анамды ойлап, тұрмысқа шығуға асыға қоймадым. Сөйтіп бәрін аяқтандырып, үйлі жайлы етуге көмектесемін деп жүріп, жасым 30-дан асып кетті. Бауырларымның бәрі өзді-өзі болып кеткен соң, жан-жағыма қарасам, мен мүлде жалғыз қалыппын. Қарашаңырақта қалған інім де үйленіп, балалы болған соң, өзімнің бұл үйде артық екенімді сезіне бастадым. Ініммен де, келініммен де болмашыға ілінісіп, сөзге келіп қала береміз. Алғашында анам араға түсіп жүргенімен, кейін келе ол да менің отырып қалғанымды бетіме баса бастағандай көрінді. Әлде өзім кез келген нәрсені көңіліме ала беремін бе, әйтеуір ашуланшақ, ұрысқақ болып бара жатқанымды сездім. Бірақ енді қайда барам? Бұл жасымда маған кім көз сала қойсын? Өмірі салпаңдап біреудің жағдайын ойлаймын деп жүріп, өзіме қарауды да ұмытыппын. Бұл кезде бетіме әжім түсіп, шашымды да ақ қырау шала бастапты. Бір күні әкемнің ауылда тұратын қарындасы телефон шалып, үйіне қонақ болып кетуге шақырды. Қарайлайтын ешкімім жоқ. Жиналдым да татып кеттім. Келсем дастархан жайып қойыпты. Біраздан соң әпкемнің құрбысы мен тағы бір кісі кіріп келді. Бәріміз дастархан басында ішіп-жеп, көңіл көтеріп отырдық. Бір уақытта таза ауа жұтайын деп сыртқа шығып ем, әлгі кісі артымнан ере шықты. Біраз әңгімелесіп тұрдық. Жасы 40-тардан асса да, сымбатын бере қоймаған, әрі әңгімесі де түзу көрінді. Бірақ бір түрлі көңілім оған тартпай-ақ қойды. Жанымда тұрғанының өзіне іштей жыным келіп, тезірек кетіп қалғым келіп тұрды. Әлден уақытта әлгі кісі: «Жанар, ұлы сөздің ұяттығы жоқ. Сіз де жас емессіз, мен де біраз жасқа келдім. Отбасыммен ажырасқаныма 10 жылдай уақыт болды. Жалғыздықтан шаршадым. Екі жақты бір бүтін болайық дегені. Өзін бүгін бірінші рет көріп тұрмын. Көре сала сөз айтқанына бір түрлі болып қалдым. Жанар, көрерміз дегенге ұяттығы жоқ. Сіз де жас емессіз, мен де бірталай жасқа келдім. Ал бір аптадан кейін әлгі кісі ауылдағы қарт әкесін ертіп, құда түсуге келіп шаршадым. Екі жарты бір жағынан үлкен ақсақалдың бетін қайтаруға бата алмай, бір жағынан жасымның да келіп қалғанын ойлап келістім. Көре сала сөйтіп бір айдан кейін танымайтын адамның босағасына аттандым деп қойдым. Менің өмірден қайтып кеттім. Көргенімнен көрмегенім әлі алда екен. Әлгі адамға жар болуға келіспес тұрым. Оның бұрынғы отбасымен қалай, неге ажырасқанын сұрап алмағаныма кейін өкіндім. Сөйтсем, ол ішкілікке бір айдан кейін танымайтын адамның босағасына аттадым. Мен келін болып түскен күні менің өмірден көргенімнен араққа сылқия тойып алып, әлі алда екен. сол түні бірінші рет адамға жар болуға келіспес бұрын жықты. Оның бұрынғы отбасымен Түні қалай бойы неге қыстыға ажырасқанын сұрап жылап шықтым. алмағаныма кейін өкіндім. Таң ата басым ауған жаққа кетіп қалғым келді. Мен келін болып түскен Бірақ таңертең тұра сала аяғыма жығылып кешірім сұраған соң райымнан бірінші қайттым. рет мені Бірақ ешқандай бұл ертеңіне де, соққыға жықты. оның ертеңіне де Түні бойы күнде қыстыға дерлік қайталана берді. жылап шықтым да, Ең болмаса таң ата бірдеңеге басым кінәлі ауған болып жаққа таяқ кетіп жесем де қалғым мейлі келген. ғой. бірақ Жоқ, таңертең тұра ешқандай сала себеп аяғыма жоқ. жығылып Тіпті кешірім сау сұраған кезінің соң өзінде де райымнан өзіммен қайттым. өзім тірлігімді істеп Бірақ бұл жүрген ертеңіне маған де, жақындап оның келіп ертеңіне бетімнен де салып жібере тіпті салады. күнде дерлік қайталана Сондағы берді. айтатыны:
Сен Ең неге болмаса, үстел басында отырғанда бірдеңеге менің кінәлі інімнің болып, бетіне қарадың? таяқ жесем де Оны мейлі мен ғой. әуейі болғым Жоқ, келіп жүр ме? ешқандай себеп жоқ. Немесе Тіпті неге сау шай құйып кезінің отырғанда өзінде де өзіммен арамызға өзім шайнекті тірлігімді қойып істеп қойдың? жүрген маған Арамыз жақындап келіп, бөлініп, бетімен тезірек салып жібере ажырасайық салады. деп ырымдап отырсың Сондағы ба? айтатыны, деген сен сияқты неге үстел ақылға басында сыймайтын отырғанда бірдеңелер. менің інімнің бетіне Бәрін қарадың? үндемей жеңейін десем, Онымен неге әуейі үндемей не жүрсің? болғың келіп Мені жүр ме? менсінбейсің бе? Немесе Ішіңнен неге жек шай көріп құйып тұрсың ғой деп отырғанда тиіседі. арамызға шайнекті қойып қойдың? Бір сөзбен оған Арамыз ешқандай бөлініп дауа тезірек жоқ. ажырасайық деп ырымдап Егі отырсың ба? кемсеңдеп маған деген сияқты болғысы келген ақылға атамды сыймайтын да тыңдамайды. бірдеңелер. Бәрін үндемей жеңейін Мас десем, болған күндері неге тіпті үндемей туған жүрсің? әкесін де Мені аямай салып жібере менсінбейсің бе? салады. Ішіңнен жек Бұл көріп тұрсың туралы ғой деп анам да тиіседі. тіпті жан баласына айтып Бір сөзбен оған ешқандай дауа жоқ. шағымданған жоқпын. Егі кемсеңдеп Мені ешкім маған зорлап болғысы қосқан жоқ. келген атамды Бұл да үйге өз тыңдамайды. еркіммен келдім. Мас болған Енді несіне күндері көз тіпті жасымды туған әкесін де көлдетем? аямай салып жібере Анамның салады. онсыз да тартпаған Бұл тауқыметі туралы жоқ. анама да тіпті Оның жан жүгін баласына ауырлатып, айтып жүрегін ауыртқаннан шағымданған не табам? жоқпын. Бәрібір Мені енді ешкім ешкім зорлап ештеңені қосқан жоқ. өзгерте алмайды. Бұл үйге өз Сондықтан еркіммен бәрін келдім. үнсіз Енді көтердім. несіне көз жасымды Бірақ көлдетем? бірде құрсағымдағы Анамның баланы бір онсыз да жолдасымен әуе тартпаған болып содан тауқыметі жоқ. көтердім деп Оның жөнсіз жүгін жаздырып, ауырлатып, жаныма тигенде жүрегін- ғана бір рет босаға жүрегін аттағалы ауыртқаннан бері не табам? бір-ақ рет Бәрібір қарсы енді сөйлегенім ешкім үшін ештеңені өзгерте аяусыз алмайды. тепкінің астында қалып, Сондықтан бәрін ақыры үнсіз жансақтау көтердім. бөлімінен бір-ақ шықтым. Бірақ бірде құрсағымдағы Содан 2 баланы күн бір комада жатып, жолдасымен әзер есімді әуейі жидым. болып, содан көтердім Құрсақтағы баламнан жөнсіз айырылып жазғырып қалыппын. жаныма Бас тигенде сүйегіме ана қатты бір рет зақым келіп, босаға аттағалы миым шайқалған. бері бір-ақ рет Бірақ қарсы қолым сынып, сөйлегенім бет-аузым үшін домбығып аяусыз ісіп тепкінің кеткен. астында қалып, ақыры Содан жансақтау бір ай бөлімінен емделіп, бір-ақ әрең шықтым. өзіме келдім. Содан 2 күн комада Жағдайымды жатып, естіген бойда әзер жеткен есімді жидым. бауырларым күйеуімді полицияға Құрсақтағы ұстатып баламнан жібермек айырылып болған екен. қалыппын. Бірақ мен Бас арыз жазудан сүйегіме бас қатты тартқан зақым соң келіп, іс миым қозғалмады. шайқалған. Бір Оны қолым түрмеде сынып, шіріткім бет-аузым келсе де, домбығып, алдыма жылап келген ісіп қарт кеткен. әкесін аядым. Содан бір ай емделіп, Тіпті әрең күйеуім өзіме өзі кешірім келдім. сұраған соң, сол Жағдайды үйге қайыс естіген бармақ та бойда болдым. жеткен бауырларым Бірақ күйеуімді анам ұрысып полицияға ауруханадан ұстатып шыққан жібермек соң болған өзімен екен. бірге ертіп алып Бірақ кетті. мен арыз жазудан бас тартқан соң Содан бері іс тағы да қозғалмады. жалғызбын. Бірақ Оны енді түрмеде күйеуге шіркім шыққым келсе келмейді. де, алдыма жылап Өз келген кәсібімді қарт әкесін ашып, аядым. тігін цехының Тіпті жұмысын күйеуім өзі жүргізіп кешірім жатырмын. сұраған соң, Жақында сол үйге тағы бір қайтып балалы бармақ та болған болдым. інім мен Бірақ келінім анам ұрысып ақылдасып, ауруханадан жаңа шыққан соң туған өзімен бірге нәрестесін ертіп алып кетті. менің атыма Содан жаздырып бері тағы берді. да жалғызбын. Маған бұдан Бірақ артық енді күйеуге бақыттың шыққым қажеті де жоқ. келмейді. Бұл Өз өмірде кәсібімді түрлі ашып, тігін жағдайлар цехының болады жұмысын екен. жүргізіп жатырмын. Тек мойымай, Жақында тағы бір алға балалы жылжысаң болған ғана інім мен өз келінім бақытыңды ақылдасып туған өз қолыңмен жасауға нәрестесін менің атыма мүмкіндік барын жаздырып берді. айтқым келеді. Маған бұдан артық бақыттың қажеті де жоқ. Бұл өмірде түрлі жағдайлар болады екен. Тек мойымай, алға жылжысаң ғана өз бақытыңды өз қолыңмен жасауға мүмкіндік барын айтқым келеді.